Мамандық таңдау адам өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі. Бұл біздің болашағымызға тікелей байланысты. Менің таңдап отырған мамандығым маркетолог. Жалпы маркетолог товарға деген сұраныс пен ұсынысты зерттеп, онымен қатар бизнестің табыстылығын арттыру мақсатында арнайы шаралар ұйымдастыратын маман. Маркетологтың жеке қасиеттеріне тоқталатын болсақ, ой еңбегі, ақыл, білімділік, нақтылық, ұқыптылық, шыдамдылық қажет. Сонымен қатар ескі заттарды жаңа қырынан көре білгені жөн. Фирмаларда, холдингтерде, банктерде арнайы бөлімдері бар. Мұнымен қатар маркетологиялық зерттеулер жүргізетін кез келген компанияларға қажет. Туыстас мамандықтар: жарнамалаушы агент, сатылым саласының менеджері, туризм саласының менеджері және қызметкерлер менеджері. Қазірден бастап болашақ мамандығымды таңдап, оның салаларын зерттей алатыным үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Және алға қойған мақсатымның бірінші сатысы екеніне сенімдімін. В последние годы услуги психологов становятся все более востребованными. Люди наконец поняли, что со многими проблемами нельзя бороться в одиночку, и осознали необходимость обращения к специалистам. Сегодня профессия психолога представляется перспективной и востребованной. Психология изучает особенности работы человеческого мышления, личностное качество людей, их проявления и взаимосвязи. Основная задача психолога – помочь людям использовать свои психологические ресурсы наиболее эффективно как в частной жизни, так и в карьере. Сәлеметсіздер ме? Жалпы мектебіміздің педагогикалық психологиялық қолдау қызметінің негізгі мақсаты психологиялық педагогикалық қолдау, оқушылардың тұлғалық және әлеуметтік бейімделуіне жәрдемдесу, педагогикалық үдерісті қалыптастыру болып табылады. Педагогикалық психологиялық қолдау қызметі бұл мектеп ортасына келген оқушының баламен қарым-қатынас жасайтын ересектердің кәсіби қызметі болып табылады. Бала мектепке келіп, мектеп ортасына түсіп, өзінің белгілі бір міндеттерін атқарады. Психикалық және жеке дамуы, әлеуметтену, білім алу және жеке мақсаттарын жүзеге асырады. Соған орай мектебіміздің педагогикалық қолдау қызметі баламен түрлі жеке жұмыстарын жүргізеді. Атап айтар болсақ, психокоррекциялық жұмыстар, психоағартушылық жұмыстар, алдын алу жұмыстары, психологиялық түзету дамыту жұмыстары. Hello everyone, I'm Mahputa, student of the secondary school number 1 of the city of Zhezkazgan, Karaganda region. Since our video began with a conversation about profession, so let's keep on. I'm going to tell you about flight attendant. This profession has interested me for a long time. I can say it was my childhood dream. I wanted to become a stewardess and want to fly in the sky. Nowadays we have internet and social media. I just want to say that you can find out everything you want there, and I read a lot of about Maya Airlines in the world. So if you are interested in this, it will help you. So guys, let's go to the beginning and talk about who the flight attendant actually is. If you want to become a flight attendant, also known as steward or stewardess, you need to know language, be tall, be healthy, and you need to know how to swim. So, see you next time. Bye.